Құрметті Маңғыстау облысы және Ақтау қаласы тұрғындары мен қонақтардың назарына ағымдағы жылдың 23 мен 9 қыркүйек аралығында республика көлемінде Абайлаңыз балалар жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның мақсаты балалардың жол-көлік оқиғалардың алдын алу, қала бойынша адам көп шоғырланатын орындарда аталған бағытта түсіндіру жұмыстары және жаяу жүргінші балалардың жүріп тұру үшін қауіпсіз жағдайларын жасап жұмыстар жүргізілуде. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан олардың өмірі мен денсаулығына ештеңе қауіп төндірмеу өте маңызды.